Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге әдеттегідей Камишат. Бүгін сіздермен өте әдемі осындай Наполеон тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Алдымен ситадан өткізілген ұнымызды 4 стакан 250 мл стаканмен 4 стакан ұнымызды ситадан жақсылап өткізіп аламыз. 4 стакан ұнымызға морозильникте қатып тұрған сары майымызды немесе маргаринімізді осылай майдалап турайсыздар, немесе терканың көмегімен теркадан өткізіп барып қосамыз. Сосын қамырды қолымызбен жақсылап үгітеміз крошка етіп. Ұнымызды крошка етіп болғаннан кейін бағанағы 250 мл стаканымызға бір жұмыртқаны және бір шай қасық яблочный уксусымызды қосып, және стаканын толғанша суық құямыз да вилканың көмегімен жақсылап араластырып аласыздар. Араластырып болғаннан кейін жаңағы крошкамыздың үстіне осы сместі құйып жұмсақтау етіп қамыр илейсіз. Суымыз аз болса, қамырға кішкене су қосып жіберсеңіздер болады. Қамырды өте ұзақ до конца елемейсіздер. Осындай формаға келген кезде бөліктерге бөлемізді. Арасында сары майлары жүреді, оған ештеңе етпейді. Қазір ол жаңағы еріп бойына тарқап кетеді. Осылай дөңгелек етіп холодильникке салып қоямыз. Сосын шетінен шығарып, бір-бірлеп жайып, формаға салып, дөңгелек етіп кесемізді. Жан жақтарын бірмен бірге пісіріп аламын. Қамырды міндетті түрде жұп-жұқа етіп жайыңыздар. Өйткені ол піскен кезде көтеріліп кетеді. Сіздер қалыңдау қылсаңыздар, наныңыз одан сайын піскен кезде қалыңдау болып кетеді. Сол үшін барынша жұп-жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Сосын осындай форманың көмегімен дөңгелек сызып алдым да, жан-жағын пышақпен кесіп, жандағы крошкаларды да бірге пісіріңіздер. Қазір тортты сәндеген кезде соғысы крошка етіп осыны қолданасыздар. Барлық шыққан 12-13 корж шығады. Соның барлығын осылай жеке-жеке 5-10 минутта астын үстін қызартып пісіріп аласыздар. Содан кейін барып тортымызды сәндеп жинайтын боламыз. Наполеон тортына мен ең қарапайым классикалық жаңағы кремді қолдандым. Сары май мен сгущенканы араластырып миксермен өткізіп аламыз да, жақсылап осыны крем ретінде пайдаланамыз. Тек қана сгущенканың өзінде қолдансаңыздар болады. Егер қою сгущенка болса, торттарыңыз өте керемет күшті болып шығады. Бағанағы пісірген осындай шет-шетіндегі қалдықтарын осылай крошка етіп үгітеміз. Майда етіп, газ торттың бетін, шет-шетін әсемдегенде керек болады. Тортымызды жинауға кірісеміз. Ең бірінші астына бір қасық осылай крем құйып аламыз да, шет-шетін тарелка бүлініп қалмасын деп мен пергаменттерді төсеген болатын. Каждый слойды 1-2 қасықтан крем жағып отырып жинап шығамыз.
Соңғы коржымызды төсеп, жаңағыдай бетіне ауыр нәрсе қойып қоясыздар да, бір 5-10 минутқа. Одан кейін барып кремімізді жағып, бетін шешетін әсемдеп холодильникке 1 сағатқа, 2 сағатқа қойып қойсаңыз болады, немесе бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Кесіп жеп көресіздер, дәмі деген өте керемет болады, жұп-жұмсақ, кәдімгі магазиннің Наполеон торттарынан кем болмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.